журналисттері бойынша жақыннан сөйлейтін сол мақсатымен Қазақстан Республикасы Жоғары кеңес басшылығы орынбасары Сапарбаев Рүстем Тұрсынбаевич hamda Biogomuz жауапкершілігі шектелген жамиеті басшылығы Шерзатты танисыз өзіңіз неғазында үш жерде сіздердің сабақ өту процестерінде ешкім қатынасып келмейді. Рүстем Тұрсынбаевич бұл жерде аудиториясы 30 жасымыз бар. Бұл бизнес-клуб, яғни сол биылғы жастар жылында басылған бірінші проектіміз еді. Бұл январда Шерзатпен біргелікте ойласып басыланды. Проект февральда басыланды. Февральдан бері осы жерде оқу курстарына қатынасып келмекте, har түрлі тренерлер тарапынан, бизнесмендер, яғни сол ісбермендер тарапынан, хакім жәрдемшілері тарапынан постепенно келіп, по расписанию hamısı оқытылып келмекте. Бұл жерде жастар практикаға шығарып бастады. Кеше енді өздерінің бір бизнес жөнелісі бойынша өздерінің сәл ішкі имканиятларын ашу мақсатында 3 группаға бөліп 100 мыңнан қолдарына пұл беріп базарға шығарып жібердік. Бармашыңызды қатынасыңыздар. Базарға бар, біреулері зағара сатқан, біреулері сүт алып, сүт сатқан, балалашқылып, енді зор не болған, бірақ енді барлығы сатқан, қайқатына 150 мың, 140 мың сом болып, үстіне 40 мың, 50 мың пайда бақы сатқан. Бірге бір қойып сатқан. Енді бұл жерде имканиятлар бар, қайқатына қызырлы түйілді, қайқатына өзіңіз көрдіңіз, видеоларды. Енді кеше кредит жөнелісі бойынша келгенде бұлар оқу курсының аяқлап келіп атыпты. Енді бұлар в основном істеп атқаны бизнес-план составить ету бойынша. Енді бұл жақта тек бітіріп кетіп, алған білімін өздерінде апқамау үшін дальше бизнесмен бастап кету жөнелісіне өтіп атырмыз. Демек, кейінгі сөз Рүстем Тұрсынбаевич, өзіңізге береміз. Рахмет. Енді жүдә жақсы тәжірибе болды да. Жақсылардың ортасында жаңа бизнес-клуб ашып, бұл жерде мәселен үйреткен адам, бір адамға, 2 адамға, 30 адамға үйреткеннен басқа 30 адамның бір-біріменен информация алмасқанын көрдік. Кімдір гүлді жетістіру бойынша, кімдір киім тігу бойынша, кімдір IT ол кете береді, анағана. Кімдір және басқа тарау бойынша қылады да. Бұның гүлдің жетістіріп атқанын айтишник өзіне керек жерін тоқтап түсініп алса, капилляр тамырларындағы қанлар жүгіріп кетіп, свет жанып кетсе, мынаның жаңағы ойлап атқан бизнесіндегісін, оны сразу жаңағы санластырып тастауы. Сонда арқайын һәм жақсы болып кетеді. Есап кітабын шығарып беру. Бұл жерде 30-ыңыздың 30 түрлі характеріңіз. 30-дің 30 түрлі имканиятлары. Әрбір адамға туылып атқанда Құдайым Алла тарапынан бір илахи бір күш салып жібереді. Өзіне сай, өзіне тән болған қасиетін салып жібереді. Сол ішінде өсіп балағат жасына жеткен уақытында ол сол затты егер табылған болса, өзінің шығарып алады дүнияға, базарға өзін шығара алады. Орысшалап айтқанда реализованный болады. 20-25 жасында соны тауып алып, оны егер өзінің ағаш ұста екендігін тән алып, сезіп, һәм сол жұмыспенен, сол машғұлатпенен шұғылданып базласа, оны своей тарелка дейді ғой орысшада. Сол затты ол ең шыңына жетіп ұстасы бола алады. Енді бір ойлап көрін, 25 жастан 60 жасқа дейін бараман дегенше ол өзінің сүйген машғұлат түріменен пайдаланып, жасап келатқан болса, әне ол бақылы адам. Көпшілік жерлерде азанда бірінші күн ауыр күн дейді. 2 күн демалыстан кейін, 1 күн демалыстан кейін.
қалағын даже демалыс бермей-ақ қойсын, бірақ қалағын ес, қалағын болса айтып тұрады, ой, бүгін мындай емес, бүгін қатты басып істеме деп та. Содан кейін бірінші күнді басылап алу қатты қиын. Себебі оған жұмысқа бару неприятно. Жұмысқа барсаң, ана бастықтың түрін көру жақпайды. Оның айтып жатқан заты жақпайды, беріп жатқан тапсырығы жақпайды, іләсіздер. Соның үшін ол адам өзі ашылыспайды. Ол үйіне барғаннан кейін недовольный болып барады. Үйінен берекет қажет. Бұлар қаласа хаммесінің өзінің идея, бірінші мақсатымыз өзінің идеясы керек еді біздерге. Екінші бұларды сайлағанымыз хаммесам қызығушылық, көзіндегі оты, ұмтылушылығы, бұл жерде студенттер бар, бизнесті елге бастап атқанлар бар, бизнесті бастап ұқсамай қалғанлар бар, арқылы районнан келген. Бұларға біздер бірінші нәубетте теория беріп жатырмыз, практика беріп жатырмыз. Көбінше бұлар қазір Қарақалпақстанда танықты, күшілі, өзінің жолын басып өткен, қиыншылықтарды көрген тәжірибелер бұларға келіп өзінің сабақтарын, білімдерін көбінше басынан өткен муаммаларына түсіндіріп жатырмыз. Оның мақсаты өзің шақсы білесіз, тәжірибелер муаммасыз болмайды. Тәжірибелер деген өзі муамманы шешетін адам есептелінеді ғой. Соны көрекмесі, действительно пәлен фирмадан мынандай муамма болған екен, соны мынандай шешкен екен деген ойында сенім болу керек. Бұлар өздері соны істей алады деген сенім керек. Енді бұларды завод цехларға апаратқан себебіміз үлкен заводлар біздерде ондай дәрежеде көп емес, орташа цехларға апардық. Бұлар соның өзінде көздері жанып, уже басқаша пікірлеп бастайды да, адамның ойлау масштабы өзгереді. Енді бүгін жаңа бұларды қуантырғанымыз, Самарқандта барып қайту, Самарқандта күтіп отырды, қашан келесіздер деп, бұлардың сәл организацияның моменттері бар еді. Бұлар бірінші поток, har поток 2 айдан, бұлар қаласа har 2 ай бұларды ұшырып жіберіп, ізінде бұлардың бизнесini көріп, бақылап, қандай болады, қандай жерден керек, һәм керек болса, бұлар қазір Қарақалпақта танықты күшілі бизнесмендермен таныс бұлар. Бүгінгі күнде бұлар ертең бір күні барып, олардың тарауында болса барып совет сұралады любой момент. Одан басқа Өзбекстанда жаратылған шариғатлардың барлығы көрсетіліп жатыр, болған банк талептен, компенсация, льгот, грант талептен. Сол себеп бұлардың тыңлағысы келіп отырған. Енді сіз обязательно бұлардың сауалдары бар, бірақ сіз өзіңіз именно Қарақалпақстанда тура айтып отырсыз, жастар 25-30 жасына шеккен өзінің кәсібін сайлап үйрену керек. Һәм өзінің сайлаған кәсібіне ертең бір өмір соны жақсы көріп істеу керек деп жатырсыз. Бұларға осындай көбірек өзіңізден келіп шыққан советлеріңіз болса, һәм бір нелеріңіз болса, презентацияны қосу керек па? Көрсетсе, мен бір экзотқа Хорошо. Экранды қойыңыз. Сіз Yaxşı, ben özüm tilinde Dostoyevskiy'le söyleyebilirsem болады ма? Su керек. Қате деп жатыр. Дисциплинерлер келіп үйретті, нешедір. Ол қайтып, жаңағы жақсы болып байып кеткенін айтты ма, я қателерін айтып кетті. История успеха основана. История успеха основана на Ошибках. Соның үшін ол қателерін көру керек. Надо учиться на ошибках. Максимум вероятность излеу керек на чужих ошибках. Или болмаса камикадзе болуың керек, өзің сол қатені қылуың керексің да. Точно қате екен. Кейін бұдан қылмай ақпайын деп тиіп айданып өту керек болады. Мен өзімден бір-екі экспериментлер қылып көрдім, жаңағы қате қылып көрейік, қандай болады. Қате болмай кетіп барадықты, біреулердікіндей болды. Өзім искусственно қате қылып көрген жерлерім болды. Мен оны айтып кетсем, оны несі көп болды, бірақ қатенің үстінде үйрену керек. Притча бар. Продаю свои ошибки деген. Кім ескендер бар ма? Естпеген болсаңдар, молодой кема капитаны бір күн портқа келді,
адамлар менен түсте ертең жолға жүріп кету керек. Кемеден түсіп, өзінің несіне қарап келатырды. Таптауында су жерде бір садақа сұрағандай қылып, бір қарып отыр. Алдында жаңа шүбірек төсеген. Продаю свои ошибки деп сатып отыр. Жай кема капитаны былай қарады. Я алдында тәрелгі жоқ, я бұзат жоқ, я сат жоқ. Я садақа сұрап отқан болса жаңа тақия дейміз ба? Я тақияда жоқ, я сат жоқ. Былай қарады. Ой, дұррак деді да, кет. Ертесіне бұл кема капитаны командасын алып, пароходқа мініп кетті. Yarım gün bir gün öttü, o yerde штормда. Штормда пароход неге ұшырады? Халакатқа ұшырады. Кемадан жарылып көпшілігі қырылып кетті, өліп кетті. Кема капитаны кейін yana 5-6 жігітлерді еплеп, сақлап қалуға месар болған. Оларды алып келіп, жаңа ближайший порт болғаннан кейін бұл портқа алып келіп, реабилитация қылып, еплеп тұрып алды, сөйтіп ертесіне шықты. Жаңағы капитан порттың қасына барып қарап тұрды. Енді өкініш қой енді. Мен кемам кетті, қандай болды деп қарап тұрса, жаңағы ел отырыпты. Продаю свои ошибки. Енді бұл сапар, бұл не екен өзі? Сен ақсақал не сатып жатсың? Я сатып жоқ алдыңда. Не сатып жатсың? Маған айтшы, сен түсіндірші. Не сатып жатсың? Продаю свои ошибки деген не деген? Сен кімсің? Мен пәленше кема капитанымын деп айтacak еді. Бірақ кемасы жоқ енді. Мен бывший капитан корабля такой-то дейді. Кешегі жаңағы не болған кезіндегі сен ба халакатқа ұшыраған? Егер сен менің қателерімді сатып алғаныңда кема анаяқтан шыққан кезінде шамал болса не қылу керек екенін, шторм болғанда қандай қылу керек екенін, или болмасам қандай қылмау керек екенін саған айтар едім. Бірақ сен менен естіпедің, сұрамадың, алмадың. Менен бұрынғы кема капитанымын деп отырып, ол давам етеді. Продаю свои ошибки. Біреудің қатесін қандай жерде, қандай қылғанда қате екенін көріп білсе, ертең сол қатені қайталамау керек. Қызық па? Соның үшін қасыңызда кімдір районнан болса, кімдір басқа жерден болса, атырапыңызда мен бизнес қыла жақпан, болса қыла жақпан, мен бір 2 адам, 3 адамды жұмысын қыла жақпан десең, яқшы дейтұғындар көп. Қасымда давай мына бизнес кеттік, давай мынандай қылайық деп басында ортатынан көп. Давай мен мойка ашып жатыр, ашайық, өзі арзан, өзі жақсы дейді, давай мойка дейді. Мойка көйіп кетті ма? Көйіп кетті. Қызларға шевені көйіп кетті ма? Қайсысы байып кетіп жатыр маған? Ешқайсысы байып жатқан жоқ. Солардың ең жаңағы 5 жыл, 3 жыл, неше жыл алдын басылаған, басылап қазірге шейін давам етіп жатқан адам успешный тауып жатқан болуы мүмкін. Олар тек қара қазан қайнатады дейміз ба? Сондай дараматтан ар жағына өтіп кетпейді, болғаны ол. Егер сен соған разы болып, сол дараматқа разылығыңды білдіріп, соны істеймін десең, мархамат, это твое право. Бірақ одан жоғары дарамат таба алмайсың. Егер дараматқа келген болса. Базарға кіріп бар, или таза затпен, или бар затты уникальный қылып тұрып бар. Айтып бердім мұны? Жаңағы тоқ шайник дейтін еді ғой. Кейін тепал болды ма? Екеуде бұрын бұлдады. Міне айналар, бұрынлар ағаш айна еді, әзір акваромдар болып кетті. Кім ағаш айна құрып жатыр үйіне? Маған айтыңыз. Ешкім құрып жатыр. Екеуінің функциясы бір.
Birli zat. Hatta даже arzana түсөткөн шығар маған қарағанда. Бірақ қылмайды ешкім. Хотя табиғи экологик mahsulot. Оған ел уақыт өтіп қайтып келеміз. 30 жыл, 50 жыл өтсе, табиғилікке қайтып келінеді. Бірақ ол уже ол уақытта ол күш болды. Ол уақытта ең байлары маған дубой айна керек, маған жаңа елкадан айна керек деп сол уақытта заказ беріп тұрып шығады. Соның үшін надо учиться на ошибках. Мынаны қойды ма? Қойып қаламайсыз ба? Жас уақытынан әзір сіздер дайынданып жатқаныңыз ол жақсы. Жүде жақсы. Бірақ бір затты біліңки, әзір сіздерді мына үйрен деп алдыңа деп тастап беріп отырды да. Жабайы хайуанларға үй шарайтында мәсаған деп зат ауқат тастап бере берсе, жабайы хайуана жыртқышлығы қалмай үй хайуаны болды. Күшсіз болды. Ол үлкен поляға шықса, беззубый қасқыр дейміз бе, не болады? Сондай болып қалады, ол ертең неге әрекетке кірісе алмай қалады. Рақабат бар, дош болмай қалады. Бұл жерде беріліп жатқан білімнен зор пайдалану керек. Кітапты зор оқу керек. Кітап оқығанда оны тек кітап оқу үшін зырлап оқып кетпеу, ішіндегісін жақсылап алып отыру. Кітаптың, кімде кітап бар? Кітаптың, яғыш мен несін айтайын, бар ма? Кітапты біздер сол тап-таза болса, сол тап-таза болып оқсақ, кейін тап-таза қылып кейінгі адамға жеткізсек деген пікір бар да. Кітапты менікі деп оқу керек. Мынау менің кітабым. Кітапқа, бекарға, мына қапталарында ақ жерлерді тастап кетпеген негізінде. Мынаны оқып келе жатыр, бір жақсы заметке қалатұғындай зор зат болатұғын болса, мына жерге заметке қылып жазу керек. Чтобы ертең міне сол жерге келгенде, ямыса бұны алып атқанда, ол мына жерінде зор зат айтылып еді, ібратлы зат айтылып еді дегенді білу үшін. И кітапты қолдан келсе, 3 түрлі фломастерменен светофордай қылып. Қызыл, сары, жасыл. Енді оны қоссаңыздан болады, бірақ 3 түрінің өзі жетеді. Кетіп атып, міне қате жазылған. Қате жазылғанда жаңағыдай мынандай қылмау керек, мынандай қылсаң мынандай болады, мынандай қылған үшін мынандай банкрот болып қалды деген жерлер бар болса, оны қызылмен сызу керек. Это ошибки, что не надо делать. Дальше кетіп атырыпсан, ібратлы сөз жазып қой. Ер қайдасаң, күз қайда, күз қайдамасаң, yüz қайда. Мәселен да, ол оған следует, аз-маз етібар беріп қарап жүруіміз керек. Соның үшін ол жерді сары қылып сызып қойсаң, готовность бір уақытлары пайдасы тиіп қалуы мүмкін деп. Кейін дәлше кетіп атырсан, ішінде мощный саған қылуға болатын идея келді. Жақсы зат беріп атырыпты. Мына жерді мынандай қылсаң, екіні қоссаң 4 болмайды. Сол уақытта екіні қоссаң 22 болады дегендей бір идеяң келеті ондай бір жақсы зат болса, оны жақсымен сызып қойым керек. Кітапты оқып болдың, нормальный кітап оқитығын уақыт, мәселен, бір апта 10. Егер кітапты оқып болғаннан кейін, яшына қойдың бір жерге ұмытылып кетті, ішіндегі бір затлар, қайттан оқиыншы деп, кейін сапар не зат еді деп алсаң, өзің кітабы бәйін. Ішінде заметкілер жазылған, қызыл, жасыл, сары қылынған. Енді кітапты целиком оқудың керегі жоқ. Ашып отыр, қызыл жеріне қыласың, дұрыс, оны қылмаймын. О сары жер дұрыс, мына ұмытып баратқан екенмен дейсен. Кеттің жасыл жеріне келдің, мына мен ұмытып кеттім, мынаны қылуым керек еді деп, өзіңе қайттан идея аласың. Кітап оқып атқанда бір жерде бір зат хақында жазылып тұрған болса, сенде миың астында және бір-екі соған альтернативный вариантлар келіп тұрады.
Мына жерде ол былай қылды. Европейский бір зат. Бірақ сен аулбайский бір зат қылсаң болады қазірдің өзінде. Делай сейчас. Just do it дейді Nike'да. Болған. Қылынды дегенде ол. Птичка. Бір зат ойлап қалдың ба, қазір қылу керек болған, жақсы зат. Оны ұзаққа созуға болмайды. Тек қылып болған. Қате болса, келіспесе, бірақ қыл. Содан келіп шығады. Сонда мына кітапты енді бір апта оқымайсан, 15 минутта оқып болады. Себеп ішінде керек жерлерін сызылған. Бұл затты біздердің университетім оқытпайды, мектебім оқытпайды. Енді бақшаны айтпай қойын, колледж-лицейлерді айтпай қойын, мекемелерді айтпай қойын. Мекемелерді мен көп сұхбат қылам адамдармен келгенде қайсы кітап оқыдың десең, сразу басың қасиды. Оқымағанда кітап ешім. Бірақ сұхбатқа келіп тұрды, рахбар должностьларға келіп тұрды, сөйлеге келіп өтейін деп. Сайратсаң, мына басқа затлар бойынша сайратсаң 5. Гәп десе қоп, іш десе жоқ дейді. Соның үшін кітап оқу мен сіздерге қайта айтарым. Кітап оқу керек. Егер өзлеріңізге қазір план жазуды үйреттіңіз бе, үйретпедіңіз бе? Қане сатпай, не планды қандай қылып жатсың? Планың не зат? Бабыл дейді, бізге енді кіріп келді. Не зат? Бабыл деген. Әртүрлі рецепттері бар, набиттер. Ал түсін. Өзім сайламайды. Қысыңында, жазыңында себесен болады оны. Соны үйрену керек енді. План түзу, план менен істесең, план жақсы зат. Плансыз болса, үйренуің керек. Азында спортпен шұғылдануың керек деген зат та. Бірақ шұғылданбаймыз да? Кім біледі спортпен шұғылданса зор болады оғын. Кім біледі, қолын көтерсін, фигураң зор болады, денсаулығың зор болады, өзіңді чувствуешь себя хорошо, зор болады, дұрыс па? Енді күн азында қылып атқанлар қолын көтерсін. Көрдіңіз ба? Знать и делать. Екеуі басқа да. Біліп тұрып қылмаслық, білмәслік мен тең. Наспай ату, сигарет шегу жаман екен білесіз ба? Онда неге атады сигарет? Даже неприятно. Анау сен, мынау сен. Сасып тұрады. Бірақ қыла береді. Как будто бір стresslерден құтылатұғындай, оның ішіне жаңа арақ ішіп кетеді. Көрдіңіз ба? Планластырып барсын. Мен жаңағы не өтей дедің? Bubble tea. Bubble tea'ді үйренуің керек. Это общий. Ондай болмайды. 2024 жыл азымен март айында тұрыппыз. Bubble tea'дің қандай істеп шығару рецептлері, қандай қылуы, французский, немецкий, германский және бір затын мен көріп алып, интернеттен әмі жерден алып, үйреніп, оқып шығып, таярлануым керек. Марттың 31-не дейін сұрок қой. Апрельде оның қайсы судан пайдаланған жақсы, қайсы шарайтта қылынған жақсы екенлігін үйренемен деп қой. Апрельден кейін май айында сол ва соған құсаған компаниялар бар. Жаңағы айсти, бәлебеттерлері енді ондай болмаған мен аналогичный ма? Сондай карханаларға барып мен үйренемен деп қой. Енді құр көрген басқа. Сен әзі студент па, ямса арқайым ба? Студент. Енді студент болсаң шығып кете алмайсың ғой. Егер бос болатығын болсаң, бос уақытың бар болып не қылатын болса, лучше сол яки соған құсаған карханаларда 3-4 ай барып ол рабочий барып істеп қайтпа. Үйренбең ол. Керек болса официант болып істең соған құсаған бір жерлерде. Айтым бесплатно істеме деді, номерлерін жазып. Ол қуанып кетеді ол.
Ол енді дұрыс сен өзіңде имканиятың бар болса, бұл жақсы. Просто маған жатақ жайым бер. Егер Аралпастан шарайтын емес, басқа жақта болатын болса, жатақ жайыма маған қарап тұр деп тұр, ұяққа кетсең, сен бесплатно істеп берумен болады. Бесплатно істеп қоры жылдар давамында істей беретін болсаң, сен жаңа бағанағы өзіңде тауған затыңды жөйтіп қойдың. Тез де үйрену керек. Заказчиклері кім? Покупательлері кім? Қандай категория? Кімге өтеді? Жастарға ма, балаларға ма? Егер рекламасыны, яғымсымны қағазларыны мынандай қылып шығарсан, қаяққа кетеді? Басқаша қылып шығарсан, қаяққа кетеді? Сояқларын үйреніп алып тұрып, одан кейін істі басылады. Бізде әзір көпшілігі маған кредит бер. Мен бизнес басылай жақпан. 30 миллион, 10 миллион, 100 миллион, күрілі қорқпай миллиардтар сұрап. Ауға, пәленше, бұл батыр бар, неки гародағы пәленше бар деген деді. Они заранее обречены на неудачу, на неуспех. Себебі өзінде 0, и ол бастай жақ минустан. Бұл 0-ге шығып аламан деген шам елі, жаңағы минустан 0-ге шығып аламан деген шам. Бір талай уақыт кетеді, энергиясы кетеді, ол уже егер жүрегі шыдай алса. Себебі ол уже миллиардларға кетіп қарызға кіріп кетсе, ол қайтып шығу қиын. Қайтып істемейді екен бизнес. Істемейді. Көрдіңіз ба сондай адамларды? Мен бір-екі рет бизнес істеп көрдім, банкрот болдым, енді өлі-білі қайтып жақыламаймын. 2 миллион айлық беретін какой-то бір қайсыздыр жерге жұмыс болса, сода істеп жүруге разы бол. У них башка на миллион. Бірақ неудачный несі бар да? Опыт бар. Неудачный опыт бар. Бағана кема капитан болғанда. Ол опыттан қоласа шығарып, уақыт мен мына бір жерінде мынандай адасып па, значит, ондай қылмауым керек еді деп бәрін қылғанда, ол жақсы нәтижеге ерісіп кетер еді. Болмаса сол тарауда мұтахассис. Жас дегенде не шықты ма? Телеграм бар ма? Hayat жапқалар дегенді ашып көрші. Енді бір... Сен кетер. Мен қарап тұрып айтайына, бір нелерге қарап. Енді мир сантехника деген не бар, кеше маған мынаусын көрсетіп берді, мен маған берішмей үйренейін деп алдым, мен өзім тайлаған жоқпын. Yani авторский правасы бұны басқа бұрдікі. Кеттік, аша бер. Бұл өзі таярлап қойған екен, маған жақты. Егер бір зат қыламан дейтұғын болсаң, өзгеріс қылуың керексен. Болмаса, зона комфортыда hazır жасап атқан болсаң, сол өзің зона комфортыңда давам етіп кете берсең, сондай болып давам етіп тұра береді. Бір сомың, 2 сом болмайды. Бақыт дейміз ба, жаңағы жақсылық дейміз ба, қандай болып тұрған болса, сондай болып тұра береді. Соның атрапында болады. Измени себя дейді ко. Бірінші өзіңді өзгертір. Егер үйіңде семьяңда проблема болып атқан болса, өзіңді өзгертір. Бізде байы қатынын жаманлайды, қатыны байын жаманлайды. Бірақ өзі өзгергісі келмейді. Іспілерменлер жұмысы келіспей қалды, оған мемлекет виноват, баслық виноват, налог виноват, прокурор виноват, басқалар виноват, но он не виноват. Оған алып келген негізінде өзі. Соның үшін бірінші өзіңді өзгертіру керек. Өзгертіре тұғын болсаң, ол тез жүргенде өзгеріп кетпейсен. Оның үшін мына 5 нелер өзіңде болу керек та. Бірінші өзіңе өзің сенімің арту керек. Сенің ертең келешекте үлкен күшлі адам боламан. Әзір мынау
студенческий скамейкадан шығып, үлкен боламан деген затты егер күшейтіріп өзіңе білсең, бірінші болып сенімің күшлі болуы керек. Өзіңе сенбесең, ертең үлкен болғанда жақсы нәтиже боламан деп сенбесең, онда бұл уже әрекет басынан не болып кетеді. Екінші харекет. Харекет дегенде міне бизнес қылуды баслайман, баслаудан алдын оқып, үйреніп аламан десең, міне бүгін харекет қылып отырмыз. Болмаса бүгін біріңіз ұйқылап, біріңіз бір жерге барып, біріңіз кафеге барып, біріңіз той мерекелерде жүріңіз мүмкін еді. Бүгін райондан бар, районнан құр мен үшін деп райондан келіп жүрмей-ақ қойсын десем, яқ айтаман деді. Райондан келгенлер, қане қолдарыңыз көтерсең, кім райондан келді? Қане? Сол районнан келіп яқшы естіп атқан екен. Рахмет, енді мен үшін емес, просто бұл өзіңізге керек зат. Кім үйреніп атқан болса, бұл өзіңізге керек зат. Кейін әдет. Өзі адам әдетлерді жаратады. Кейін әдет адамды басқарады. Сол өзінің жаратқан әдеті кейін адамды басқарады. Ерте тұру, я кеш тұру. Жаңағыдай, бағана айтқандай, насыбай ату, сигарет шегу, ешкім мәжбүрлеп атқан жоқ негізінде. Бұрын жас уақытында бір ойлайтын, жаңағы сигарет шексек, крутой болып көрінеміз. Жаслар енді жігітлер, қызлардың алдында крутой болып көрінеді тұғын. Да, мындай болады тұғын. Менімше әзір озатлардың бәрі қалып кетті. Мен көп байқап не қылып жүремен, Қарақалпақстанда онша сигарет шегу онша көп емес. Бірақ одан жаман бар да. Ананы мақтайын десем, түнеген растана бір экологмен отырып қалдым, жолда кетіп баратсам, көп шекпейді екенсіздерді адамдарыңыз дейді. Жолда кетіп баратыр көп жерде. Да деп мен оған мақтап қойдым, бірақ ол екінші яғы бар екен айтпадым мен ояғын. Ол одан жаман да қайта. Соның үшін әдетті. Әдет егер бір затты 21 күн давамында қайта қыла берсең, әдет болады. Бір затты 21 күн давамында. Ерте тұраман десең, мәселен 21 күн қатарасына бір уақытқа қойып, сол күн тұрып барсаң, өзі саған ол әдет болып қалады. Әдетті жаратады адам. Әдетті бірден жоқ қылып жіберу қатты қиын. Просто егер онымен шұғылданатын болсаң, бір қағаз жазасаң, әдетлеріңді жазасаң, жаман әдетлеріңді жаз бәрін. Мои вредные привычки деп төбесіне жаз. 1, 2, 3, 4, 5, 25, 45, 55 санап кете бір. Сөйді ортасын сызасаң, как можно заменить деген затты қой мына. И мынақа мәселен азында кеш тұраман деген жерің тұрыпты ғой. Как можно заменить? Айт. Значит, бірінші тұрып алыңыз, яғни кеш тұраман деп атырыпты ғой аяқта. Кеш тұраман деп атырыпты, значит, ерте тұруға заменить на ерте тұру. 9-да тұрып жүрген адамға азанда 5-те тұр дегенмен тұрмайды, ал өтіп қалсаң. 10-asti 8-ге өткеруің керек, сен азғантайдан кейін 7-ге түсіруің керек, сен я 7:30-ға. Сөйтіп керек уақытқа алып барасың. Сондай қылып ананың барлығын заменить етіп шықсаң, ана әдетлерің жақсы әдетлер шығады. Бір азанда утренний зарядка, физзарядка қылғанның өзінде саған көп жаңа плюслер болады. Күн бойы бодрый жүруің, ақылың азмаз тазалануы, керек емес затлардан не қылу, кітап оқымаслық вредные привычки, кітап оқу полезные привычки. Заменить на деп қою керек. Күн 20 минут қағидасы дегені бар. 20 минут бір күнде кітап оқуға уақыт табыласың ба? Табасың. При желании 20 минут емес, одан көп уақыт тауса болады. Азғантай разминка істеп жіберуге 20 минут табаласың ба? Дұрыс уақытында ауқатлану үшін өзің диетаңды, өзің неңді телосложение сақлап тұру үшін 20 минут уақыт табаласың ба? Тауға болады да? Бәрлігі затқа 20 минут уақыт тауға болады. Тілекке қарсы қылмаймыз да соны. Анен, ол мынаяғындағысы басып кетеді. Адамда екі желкесінде екі қасқыр болады. Біреу ақ, біреу қара, біреу жақсы, біреу жаман.
Қайсысы күшлі? Қайсысын бақсақ сол күшлі болады. Дұрыс, қайсысын бақсаң сол күшлі болады. Сен вредный привычканы бақсаң, вредный привычка саған күшлілік қылып сен жатса жарайды. Ерте тұр дегеннен қаяқтан табатын жатса жарайды. Себебі оны бағып атсаң. Яқ деп оны шығайын десең, жатса деп оны ұрып жүрді. Соның менен қара қасқыр, ақ қасқырдың үстіне жаңа не шығады, басым келеді. Уақыттың өтіп кеткенін білмей қаласың, әзір ішінде не бар? 60-70-ке кеп қалғанды білмей қаласың. Уақай деп қаласың кейін. Кейінгісі характер. Бұл характер дым сложный зат. Характер бар, дым жақсы, қабілетлі жігітлер, қызлар бар, үлкен нелер бар. Көп зат характерге байланысты да. Егер сенің характерің гнилой дейміз ғой, бір адам ауа, бір не қылатыған болсаң, сен менен ешкім істеспейді. Істескен адамдардан қашып кетеді. Біздер сол дәрежеде жаңа бір-бірімізге жаңағы жақсы қылмаймыз. Соның ұшында шеріклік деп айтсаң, шерікліктің асып сізде бір нақыл мақалдар тоқтастаған керек. Бірақ бір уақытлары сол адамдар жерді алған, сол жерге пәлен ымырат құраман деп алған, құрып бастаған, жарысына келгеннен кейін бензині таусылған, пұлы таусылған, бәр зат таусылған, таусылып қалды. Ымырат елі тұртты, нөкістің ішіне айланып көрін. Елі тұртты көп жерде. Дәлші құруға пұлы жоқ, кредит алайын десе дұқ жоқ, оны алып тұрып істеткенмен дәлші істет алмайды. Істегенмен ол рентабельный, не рентабельный, ұяқ-бұяғын ойланып қалды, енді бағана өлі-білі басқа бизнес қылмаймын деп ұстап отырыпты. Бері жіберейін десе жалқы, сатайын десе ешкім алмайды. Тупик. Бірақ ортада қаланың көркіне көрк қосып тұрды. Мощный болып жарасып тұрды. Ол біреу екі этаж, біреу және бір зат. Енді шеріклік, сен ұяғына пұң жетпесе, мұна кейінгі нормально істеп атқан бар. Сол үстіне құрсын, дәлші істеп кете бересін, екеуіңіз шеріклікке бөлісіп ала берің, жаңағы дараматтың істі басқасын. Екі адам тартса, аңсатырақта? Яқ, шерікліктің асы бір бәле. Потому что у него самого характер гнилой. Бір сөзбен айтқанда, поддержка қалынбай атыр. Мен сол көп көріп атырпан бұл жерде, пәленчейплер, төленчейплер болып кеткен, бұл бір-бірімен спонтум конкуренция. Болмаса біруі Иван қақында, біруі диван қақында жаңа фаулет жүртеді. Бірақ конкурент. Егер ақын істетіп, екеуі характерін дұрыслап алып, екеуі давай екеуміз жора-жора боламыз десе, мұнаның әм жұмыс жүрісіп кетеді, мынаның әм жүрісіп кетеді. Мына бір зат, көп зат шешеді характер. Енді келешекті ойлап, планды түзіп, етіп бару керек. Кейінгісі. Бақытлы, бәр зат қылып атқанымыз, тыныш, тату, бақытлы жасау бойынша кетіп атырды да. Сен пұлың көп болса, денсаулығың жоқ болса, пайдасы жоқ та? Пайдасы бар, не ол? Қолың жеткен жайды күнгедір не қылып барасан да. Пұлың көп болса, денсаулығың жақсы болса, бірақ кайфиятың постоянно нервте жүретін болса, рухиятың жаман, немесе кетіп қалған болса, ондадан пайдасы жоқ. Соның үшін өзіңнің мынау барлық зат жақсы, мұнасабатың өзіңдікі жақсы емес болса, келген адамға ұрысып беріп не қыла беретін болсаң, мынау өзіңді өлшеу шкаласы. Бизнес тарауында сен неше шкалада тұрыпсан, мәселен, $1000, $2000, $3000 деп кетейік жағынан, өзің дарамат манбайың. Соған қарап шкала. Бизнесте мәселен 3, саулығыңда мәселен 7 я 8, жас кезінде вообще жоғары болады. Рухиятында да үйленбегендер болса, нормальный, үйленгендер там азмаз таза кезінде жақсы, вообще супер болады. Кейін ізрегіне барып, азмаз қайтады. Сондай болып барып кеп тұрған уақытлар болады.
Жақсы пулыңнан сондай өлшеп көресің қайсысы қандай екен. Егер мынаны толтырып, арзу мақсатлары сары қадам ба қадам кетіп атсың ба, кетіп атқан жоқсың ба? Бақшада кезінде сен үлкен болсаң кім боласың деп сұрады ма? Не дедің? Рассам. Соған кетіп баратсың ба? Сурет салып атсың ба? Көрдің ба? Енді о вақтағы басқа, несі басқа да. Енді әзіргі арзу мақсат айып емес. Кеше анандай еді, бүгін мынандай болды, одан кейін ертең мынандай болды. Өзгерту ол сенің қолыңда. Бірақ ішкі меніңді тауың керексің да бұған. И сондай, мына мұнасабатыңнан не қылып көре бересің? Жораңмен мұнасабатың қандай, айлаңда мұнасабатың қандай, егер ата-анаменен мұнасабатың қандай, оның барлығы яғынан кете береді. Кеттік следующий. Посещение. Енді зарубежный нелер, мутахассислер көп айтады. Смотреть через очки деп айтады да, дүнияны қайтып көресің. Іші тар жаман адамлар анандай көреді бәрін. Бәрі зат черно-белый оған. Мына жерде дүнияда бір жақсы затлар қылынып атса да оған көрінбейді оған. Асфальт салып беріп жатыр, мектеп салып беріп жатыр, жай салып беріп жатыр, контрактын оқытқызып қойып, контракт пұлын төлеп беріп жатыр, және бір зат қылып беріп жатыр. Но оған все это мало. Сен мәжбүрсің сен оған. Деп тұрып түсінеді. Бәр зат. Кейінгісіне өтті. Ол прозрачный, ол енді ясный, кім қайсы болған. Тезірек. Екеуі по размеру бір. Екеуі бір аулаттан, бір зат. Бірақ ызылдап жүріп, мынау, егер үлкен гүлзарға шыбынды жіберсең, гүллердің арасынан теріп, бір боқты тауып алады да, сол боққа отырады. Өзі біреу болған. Гүлге қарамайын. Мананы құры кілең болотаның арасына жіберіп, естіп жоқ, болота батқақ болып атқанға жіберсең, бір көттей гүл өсіп тұрған болса, соған барып қонады. Мынау вечный недоволен. Бәр зат састып жүреді. Бәр зат шұқылап жүреді. Мынаның өсіп атқанын көре алмайды, ойындан шұқылайды. Ананам көре алмайды, өзі шұқылайды. Бірақ өзі істей алмайды. Біреуге дәм істей алмайды, істеткізбейді. Біреуге істеткізбейді, өзі істемейді дегендер нақыл мақалға туыр келеді ұғымдар мынандай. Енді адамдарға решать им самим. Кем стать? Я шыбын болым. Шыбын болғанда да мен қобал болса да айтайын, боқ шыбын. Или асалары болым. Мынау біріншіден жоқ жерден бар қылады, бұл ені өзінен асал қалдырады. Өсімліктің өсуіне замин яратады, чаңландырады. Кім болу, бұл енді өзлеріңізге. Кеттік. Дүнияда енді көрсететұғын өзі екі зат бар. Сізлерге берілген өзі бір зат бар. Тек уақыт. Саған ма бақыт, саған ма пұл, саған ма жаңағы семья ма, ілім ма деп берілмейді. Сілерге тек уақыт беріледі. Оған басқа ес сәт жоқ. Мың афсуски біздер уақытты өлтіру бойынша чемпионбыз. Өлтіріп болып, ертең бірден 60, 70, 80, 90-ға барып қалып, енді білмеймін, енді ояққа барсаң 90-ға барып қалсаң жөбем жақсы ма? Бірақ қартайып қалғаныңды сезіп қаласаң, жүдә афсусланып отырасың. Жас үлкенлерден басқа бір жерлерге барып тұрып, егер мына теманы өтсең, олар жылап жібер. Они прожили свое время зря бірқалар. Мен Қашқадарияда істедім, бір ауылға бір барғанымда үлкен ғарра енді. 4 қойын бағып жүріпті де, болғанда оның хаят мазмұнысы 4 қойды бағу. Оның қадірі, ана бір қой шайлық қадірі жоқ жаңа кісінің. Оған. Соның үшін уақытқа не көреді. Компас бұл, егер уақыттан үнемлі пайдаланатын болсаң, саған компас керек. Компас дегені ол ұстаз.
Егер су жүзу бойынша спортсмен чемпион бола жақсан ба, саған обязательно жерде ұстаз тұру керек. Саған мындай көріп, көрсетіп, уақытта нені айтып, сен мынандай қыл деп движениені айтып тұратын, көрсетіп тұрады. Бизнесті үйрене жақсан ба, бизнестің қасында жүр, ішінде жүр, біреуден үйрен, жақсысынан, жаманынан бәрі затын үйрен, әне сонда болады. Болмаса адасып кетіп, қайқа кетіп баратқанын білмейсің. Думаешь, что занимаешься бизнесом, бірақ басқаға кетіп баратсың. Себебі конкретный точка жоқ қайқа баратқанын. От точки А до точки Б қайерге кетіп баратқаныңды білмейсің. Шымбайға кетіп баратқан деп бұяққа қарап баса берсең, Шымбай бұяқта болса. Қатты жүресен ба, жүді актив қылып жүресен ба, пайдасы жоқ, сен Шымбайға бармайсың, точно Шымбайға бармайсың, себебі Шымбай мұнақтар етті. Соның үшін саған компас керек деп, бұяқа емес, бұяқа ғой деп көрсетіп тұрады. Солай ма деп бұрылып, кейін бұяқа кетсің. Астын жүзеген барасың. Кеттік. Açık hakikat енді бұл. Адамның 28 жылы ұйқымен өтіп кетеді екен ал. Егер адам орташа 73 жыл жасайды деп белгіленсе, 73 жыл мощный жыл. Біздерде орташадан үстінірек. Соның 28 жылын ұйқымен өткізетұғын болсаң, бұл болады 39%. Енді қалған. Енді бұл условный. Қопал қылып айтсақ 24 сағат бар ма? Неше сағат ұйқылайсың? 8 сағат, 3-тен бірін бәрі ұйқылайсың да? Сен ұтасан, егер сол ұйқыны бір 2 сағатқа қысқартып, 6 сағатқа қылып, ана 2 сағатты активный фазаға өткеріп жіберсең, сенің өмірің енді мына 73 жыл болады тұғымасы, где-то 10 жылға созылған болады. Егер дұрыс пайдаланып қылсаң. Егер жұмыста жүре беріп, жаңағыдай қылатын болсаң, енді ана чиновниклер дейміз ба енді. Олар көбірек уақыт, 12, 14, 16 сағат арасында жұмыста болып қала береді. Балаларынан көрмей қала береді. Балалары қайтып өсіп кеткеннен білмей қалады. Сөйт, балалары ертең жаңағы етібар берілмегеннен кейін тек ақша бересен, басқа. Ол жаңағы бірі бұзылып кетеді, бірі пеншік болып кетеді, бірі нарком болып кетеді. Себебі жеңілдікпенен табылған затта. Сөйт, бұзылып кеткеннен білмей қаласың, сен 60-қа шығып қалдың. Сөйтіп қарасаң, уже сен пенсияға шыққан кезінде у тебя ничего нету. Жүде көп арамызда да инсанлар жүрді, уақытында мощный болған. Hazıram өзі жаман емес. Бірақ перзентлер никудишный. Жоқ сонымен да. Яқшы, бұны аша бермей ақ қойын, бұны көрген шығас, бұны енді кімдедір қандай. Бірақ 3-тен бірі ұйқыға кетеді. Және бір 3-тен бірі жұмысқа кетіп қалады. Жұмыстан ертірақ босап, көбірек уақытты шақси қаятқа өткеруге болады. Ақыл менен егер істесең. Мекемелерде, мемлекеттік жұмыста құр жүре беремен десең, ол азаймайды, ол көбейіп кетеді. Қайта ол анеден отқан уақытынан ол жеп қояды. Міне бизнеске өтемен деп атырсыз ба, значит бизнесте жаңағы жігіт болсаң, шоқ болмасаң, жоқ бол дейді ғой. Сондай да. О жерде де сондай апсылау керек. Бердақ бабамыз бекарға айтпаған оны. Ол не только бизнеске ол. Ол хаятқа өзіңнің семьяң адам, жұмысқа адам, бизнесің адам, басқасын адам сол тәсір етеді. Кеттік кейінгісі. Мына орташа 80 жас дейік, әр қайсын сантиметріне туылған уақытыңнан не қадейін. 80 жас десе, охо деп бір қуанамыз, 80-ге дейін шығатын болсақ жақсы дейді. 60-тан кейін 80-ге ешкем уже сен трудовой
уже қиыншылық болады егер жұмыс істесең ham басқасынан, бірақ уже трудовой нең кеткен болады. Соның ішінен пенсияға шығарып жіберді бияғын. 60-қа дейін қайтарайық бияқшы ма? Сен мәйлі жасай берің бияғын жаңағы уақыт құшылықта бияғында жасай беретін қылайық 60-тан 80-ге дейін. Әзір кімнің жасы нешеде? Недеген көбілек жасылар болып тұрыпты, 20-25 жастың атырапында тұрыз, дұрыс па? 25 дейік, 25-тен 60-қа дейінгі уақыт бар. Отыз бес жыл ма? 35 жылдың 3-тен 1-ін ұйқылап өтсек, 10 жылын алып тастаймыз. 25 жыл. 25 жыл сенің активный фазаң бұл. 25 жылдың ам 3-тен 1-і, яна плюс-минусан болуы мүмкін. Жұмысқа, және бір затқа деп кетіп қалды, және бір 10-15 жыл алып тастадың. Өзі 10-15 жылақ бар. Сілердікі ең идеальный уақыт әзір. Егер ағылыңды жиып алып, дұрыс болып, анау жаңа интернетке кіріп алып пысқып пасот нәрселерді, YouTube, анау керек емес сатылар, TikTok, жаңа Twitter кіріп ішінде керек емес сатылар, о қызық екен деп әрқайсына 30 секунд уақытын кеткізіп отырсаң, ва оның ішінде анау анандай, мынандай деген керек емес сөздер бар. Алла Пугачеваның нешінші мәрте жаңағы не қылдейді, анау бір бәле мат дейді ғой, өзі тумайды ғой ма, не қылдейді жаңағы? Суррогатная мать нешіншісі болғанлығы менен не жұмысыңыз бар, айып? Не керегі бар соның да, мәселен да? Яқ, оны отырып алып, ашып, оқимыз, Филипп Киркоров, жаңа кейін Галкин, жаңа өйтіпті деп, ол сана бір тиын пайда келтірмейді ал. Hayatın adam ibrat болмайды, сат болмайды. Ал ана жер андай болып атқан екен, ал мына жерде ұрыс болып атқан екен, ямыса ой пәленше бұл герой біздер азаттық бізде және бір зат деп мына әртүрлі жаман сөздер шығывады. Оны оқып оған лайк басып отырған менен еш қайсысқа пайдасы жоқ. Сол уақытты үнемлеуге, яқшы интернет көрсең көр, YouTube көрсең көр, бірақ познавательный. Өзіңе пайда болатұғын, үйренетұғын, оқитұғын, затқа жіберсең, ол саған қайта үнемлеп береді уақытыңды. Соған етібар беру керек, кейінгісін. Бұл сұрауды 50-60-қа шыққан адамдар, енді бір жерлерде айтасың ғой, оларға айтсаң, олар уже шоққа қалды. Сонда не уже бізде жетіп келдік бе? Енді мына сонам сәл басқашарақ қылып айтқан, мына қашықем үйренетін уақыт. Мына яғында уже жаңа жасауды көрсетіп, не қылатығын уақытта кеттік дәл. Енді адам дүнияға келгеннен кейін уже мақсат қою керек дейді ғой. Бірінші али мақсат қою керек. Кейін соған бөліп, мынандай промежуточный мақсат қойылады и план түзіліп, задача қойылады. Қайтып жетіп барады. Сен бағанағы суды сатаман, өйтемен, яқшы сатып атырыпсан, и чо? Енді ол общий. Значит, сол сахада білімің арттырылған, ең күшлі мұтахассис болатығындай болуың керек сен да оң үшін. Сондай мақсат қойылу керек, бірақ енді өзің формулировка қыласың. Соған енді мына әзір қысқа мақсат, 5 жылдан кейін не болады, 3 жылдан кейін не болады, 1 жылдың ішінде не болады. И сол 1 жылдың ішінде пәленшеге жетсуім керек деп қойыпсам ба, оған қайтып жетсемен. Оның үшін пәленшемен танысуым керек. Мынада қадақлайтын ұсқыналары бар. Бұл кішкентай жас болғанменен, бұның бір хитрый затлары бар, бұның ойлайтын. Импорт, экспорт деген затлар кетіп атыр, дұрыс па? Бұның бір затла бір жақсы затымен не қылдым? Әзір ораза айында, ораза ашу үшін құрмамен не қылама? Оңғылалап, мынандай үлкен коробкада құрмаларды ап келіп атыр, импорт қылып атыр. Импортқа біздер ол сразу уақыт дейміз. Бірақ бұның қадақлай деген станогы бар.
10 қыланы 300 грамм ба, 100 грамм ба, 50 граммға бөліп, мощный упаковкаларға салып тұрып, экспорт қылып сатып жібереді. 10 қыланы мәселен $10 алып келген болса, бөліп сатқаннан кейін, жаңағы қазақлағаннан кейін, үстінде жаңағы упаковкасына ояғына кетті, $30 болып кетті. Бірінші плюс, бұл терек егі, бәлеге қалып, оны өстіріп, суғарып, өйтіп жүрген жоқ. Ап келді, кәллесі міне жерінде светі жанды, істеп кетті, міне капилляр тамырларын бір жерлер дыз деп сигнал берді. Жаңа қадақлайдыға үскінаны алды. Алудың жоллары енді ол басқа тема болады. Енді алудың жолы өзің сатып аласың, кредитке сатып аласың, или жаңағы проект қылып ұтып аласың, жоллар көп. Алды жіберді. Бұл қиналып атқан жоқ. Екі адамды ол жұмыслы қылып қойыпты, бол, істеп отырыпты. Бірі жетістіріп береді, бірі қадақлап береді. Бұл контроллап отырып, GPS-іне қойып қойған, кім қайға кетіп баратыр. О, мына пұлым түсті, мына кетті, мына келді деп отыр. Зор ма? Ақыл істеу керек. Ақыл істемесе, қолың істеп жүре бересің. Қолың қатты істей бересің, ондай көп пұл таппайсың. Тек ақылын табады. Кейінгісі. Бәрін шығар жіберем. Енді бағанағы айтқан затлар мысалы кейінірек шығарып беріп жатырды, бағанағы айтқан затлар. Үлкен арзу қылып, таза жыл, har жыл күтеміз, дұрыс па? Аманшылық болсын, той болсын, жаңағы дастарханымыз толы болсын, өйтіп кетейін, мен ертең байып кетейін, бүйтейін, суымыз көп болсын, мол болсын дейміз. Бұның бәрі арзу болып, ішіп жібереміз де кетіп қаламыз. Әрекет жоқ. Әрекет болу керек. Оның үшін мақсат қойып, растанан бұл жыл пәленше затқа пәленшеге ерісуім керек. Бұл жыл мынаны қылуым керек. Соны қылсан екінші есік ашылады. Денді ойнадыңыз деген, денді әзір ойын, бірінші тур, екінші тур, үшінші тур деп ашылып барады. Сөйтіп жетіп бару керек. Кетті следующий. Енді бағанағы затты айтып беріп жатыр, мақсат қандай болу керек деп жатыр. Мақсатың конкретный болу керек, өлшемлі болу керек. Конкретный не затқа жетсесен, өлшемлігі қашан жетсесен, қайтып жетсесен, сол болу керек. И вазифаларды белгілеп алуың керек. Бұл мақсатке жетсең, бұл адамларға пайдасы бар ма жоқ па? Сол затлардан шешіп көрсетіп алуың керек. Соған қарап тұрып кетіле береді ол затлар. Сұрок болмаса пайда жоқ. Сұрогында қыла алмай қалып, кешігіп істеуге болады. Сол жіберіп, кейін сол жіберіп қарауға болады. Кейінгісі. Оған шығар енді. Да, мақсатқа етіш үшін мінекей бір үлкен затларды қылып өтуің керек та. Дегенде сен бір пілді, бір слонды бірден жеп жібере алмайсың. Надо по кусочкам дейді. Бірінші анаяғын, бірінші манаяғын. Соны режеге салып кетесің. Басында қиын болады негізінде. Сәл жүрісіп кеткеннен кейін өзіне өзі алып кетіп жүрісіп кетеді. Бұл хаят хақиқаты сондай өзі. Кейінгісі. Болды ма? Енді пішлоқ методы, бұла мен жаңағының сәл басқашарақ варианты. Менікі деп тез тастай бересің. Мынаны істеймін деп алып қоясың. Кейін бәрі өзіңдікі болады ғой. Кейін әстен қалғанларын алып кете бересің. Кеттік. Кейінгісі. Сәл берді ыссы қалды екен. Har bir zat қалған кезінде өзіңіздің уақытыңызды үнемлеу үшін уақытты азырақ деп есептеу керек. Менің тек мына затты істеуіме тек бір жыл ғана уақытым бар, бір жыл ғана қалды. Тым қопал қылып айтқан кезінде мына европейскийде мындай некролог дейді. Некролог өлген адамдарға оқып беріледі. Он был хорошим человеком, он вообще четкий еді, өйтті, бүйтті, мынандай затларды қылды, өйтті, бүйтті дейді. Егер өзіңнің қадіріңді білгің келсе, өзің некролог жаз дейді. Бір жаз көрсең өзіңе. Бір мақтап көр,
Sen dünyadan өттің, va саған адамlar мұнасабат білдіріп жатыр. Bir жазып көр, қане өзіңе қаншалық өзіңді сногсшибательный екеніңді көрсетіп қойып, жазып көр, қане қай жерің қандай екен. Кімге жәрдем бере алдың, қай жерде пайдаң тиді, стоишь ты что-нибудь или нет? Қатты сабақ болады, бірақ жазып көрсеңіз, одан кейін көріледі. Одан кейін көрінеді, қандай болды, не болды. Сөйтіп бір күн қалды, бір жыл қалды, бір ай қалды деп өзің неңді не қылып кешіктіріп, не қылып барсаң, har күніңді соңғы күнім деп ойлап, бүгін сол пайдалы зат қыла алдым ба, я қыла алмадым ба деп жасасаңыз, или режелестірген затыңды қыла алдым ба сол күні, или қыла алмадым ба деп жасасаңыз, мақсат сары yol болады. Бұларым қалғанларым сондай шығар, қана қойып көрдіңіз. Кеттік сондай қалай бұл. Ох, жүрек тоқтап қалды. Әжібет болды. Оған шәрілмен. Сауалдарыңыз болса, Енді сауалдарыңыз болса, бермей. Вақтыны аямай деп отыр, алдыңызға қане қызыққан сауалдарыңыз болса, сауалдарды өтіп. Кімде сауал, қолын көтерсін. Қане? Сауал болмайтын алда. Менің атым болмайтын болды. Сауал емес, ұсыныстар бар, өзімді кәсіптерім, бизнес. Артында бар, жақсы бір миниатюрашылықтар бар. Соларды айтып кетпекші. Мен өзім повар болып істеймін. Бірақ қазіргі күнде ысқана, педагогикпен шұғылданып отырмын. Біздің сол екені екіге техникалық қағазға келіп, повар емес техникашылыққа. Сол бойынша қазір салып бара отырмыз. Жақсы, өзім одан орайда болып шықтым. Ұсыныста бізде оны орай, оқу орайлар ашып жатыр нелер бар да. Бірақ ар жағына неғаған кезде қолап-қаталар азлау болып қала береді да. Дұрыс, сіз кредит мәселесі, кредит деп отырсыз. Қазір бизнес-клубта тәжірибелі нелер келіп жатыр, олардың нелер пікірін алмасып жатырмыз. Бизнесмендерді біріктірсек, бизнес идеясы бар, бизнесі бар, жастарды қолдап-қатау мақсатында инвестор есебінде біріктірсек деген ұсынысын келіп қалды. Қазір сіздің негізінен кіріп шығып айтып жатырмын, имканият болса. Қазір базар болмады біздерде. Теплица тарау бойынша, беданашылық бойынша 160 километр Хорезмнен басқа олайықтардан біздерге келіп сатты. Біздерде істеймен, неғыламан деген нелер көп, жастар көп, тәжірибелі нелер көп. Қаражат жағына келгенде бәрі қысылып қалады. Білем, тәжірибе, не қатты күшті нелер бар. Мен білемін. Оны орайға барып көрсеңіз, қандай нелер бар. Бірақ оқиды, сертификат алады, бірақ істейтін жеріне келген кезде қысылып қала береді. Жұмыссыздық, не. Оларды сен 30 бол, мен өзім не шығарамын, салат, редиска, дудкапты өнімдер. Сен шығар, мен саған тігемін, мен алып өзім сатаман дейтін нелер болса, сатып білмеді, істеп біледі, шығарып біледі олар. Бірақ жаңағыда инвестор жағына келіп қиналып болады. Кредит қымбаттау болады бұл мәселе. Сол жағынан қарап көрсеңіз, не көрсеңіз. Оны орай бірақ жақсы не шыққан. Бизнес-клуб тоже. Жақсы инсайтлар қазіргі күндерде Гауһар апаға, Шерзат ағалар өз менен сіздей ағаларымыз сәубет болып жатыр. Мысалы үшін бұл бизнес-клуб болмады, жақсы бір инсайтлар алып жатырмыз. Жоқта олар бізде. Рахмет айтпақшы. Қолдап қуатлаудың әр түрлісі бар. Мұны орай қайсыдыр бір тарау бойынша бұлай істейсің деп көрсетіп беріп жібереді. Болды. Шымшықлар балаларын өсіріп жатқан кезінде, мынаны жауап қойдың ләжісі бар ма? Шымшықлар балапанды өсіріп, не қылып кеткен кезде сен үш аласың ба, үш алмайсың ба, уже я папа мен үш алмаймын деп тұра алмайды анау. Он просто итеріп жібереді. Сөйтіп ол өліп қалмау үшін ұшады. Сөйтіп үйреніп өзіне алып кетеді. Көбелеклер
жаңа неден шығады ғой өзінің жаңа не қылайды коконнан шығып жатқан кезінде не аша алмай жатыр, шыға алмай жатыр. Егер соның жерін бір-екі жерінде қыршып деп ана жәрдем беріп жіберсең, ол өлімтік көбелек болады. Қанат жия алмайды. Сразу өліп қалады. Бұл hayаттың законы, выживает сильнейший. Слабыйларды қанша қоллап қуатлай берсең, бұл ана нәсіл өліп қалады дей ма, не қылайды? Нәсіл бұзылып кетеді дей ма? Сондай болып кілең жаңа слабаклар жаман болып қалады. Соның үшін білімді беріп, қолдан ұстатқызып жібереді. Ар жағаға бұл өзі ұшып кетеді. Өзі ұшпайтұғын болса, ұша алмайтұғын болса, такая птица не нужна. Ол құр басыңа бәле болады. Оны жаңа пішіктен қамая қылып жүруің керексен, сен және бір зат қылып жүруің керексен, бұл ауқат таумайды, сен барып әкеліп ауқат тауып беруің керексен, егер ол ұшпайтұғын болса. Дұрыс па, дұрыс емес пе? Кредит айтылады, әне кредит тұрттай жүрі. Ал қалесен аны 36%, 34%, 28%, күшің жетсе ал. Дым, идеяң мощный, бірақ ес сат жоқ болса, мәлі яқшы, льготный процент менен кредит тұртты 14%. Бірақ оның үшін сен доказать етуің керек, сен что ты слабак, что ты не конкурентоспособный. Мәлі яқшы, ала қойды. Бірақ muammoli kredit mınaqda mı? Mınaqda. Hamma bankning ayağından tartib turgan zatam mınaqda. Sebebi zarane barib atadi. Bu hayatqa keldingiz ba, eğer bir zat qilajaqsiz ba, o'zingning kuchli ekanligini isbotla. Mayli, farqi yo'q, qizsin ba, balasin ba, boshqa ba. Bularni pul alifbesi spektaklga borib ko'rdingmi, ko'rmadingmi? Bir kun sho'rkalmestib bersang, shuna Tuesda kim ne qiladi? Sen o'zing sho'rkalmestira ber, ne qiladi o'g'lim? Yoshlardan kim bor bu yerda? Ha, pul alifbesi spektaklda bor. Mayli, sol bilmayman, bilet 20 ming turami, 10 ming turami bilmayman, biroq pul to'lab turib kiring. А то бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Mana 2 ay davomida bu platniymi, besplatniymi? Besplatniy. Biroq mышеловка emas bizga. Besplatniy baribir ne bo'lib qoladi. Bizlar buni aqsaqal saylab oldik bu. 150 odamning ishidan kurashib, qilmasib, talasib, сөйтіп oldik bular. Сыр хороший. Да. Ну, жаңа французский моғарлап кеткен емес та. Сыр хороший. Бірақ бәрібір бір затларын тастап кету керек бұлар. Мен пұлды айтып отқаным жоқ. Кімдендір опыт, кімдендір бір білім. Бәлкім мен білмейтін зат. Мен жаңа не дедің жаңа? Bubble tea деген мен естіпегенмін. Мен енді естім, бірақ мен не екенін, не қылып жүрген жоқ едім. Сондай бір затлар қалу керек. Идеяңыз қалу керек. Сілер бір зат беріп кетуіңіз керек. Бір адамларда болады, көп идея болады. Тырс шыға береді, сөйлеп отырып, және шыға береді. Бірақ бір адам оның барлығын реализовать қыла алмайды. Бірақ оны мынақта біреу қылуы мүмкін. Ода идея жоқ, бірақ егер идея келгенде оны маромаға еткізіп, ақырынан еткізіп жүргізіп жібереді оны. Мен Сыртбаева Азада, Өзбекстан мемлекеттік дене тәрбиесі һәм спорт университеті Нүкіс филиалы 2-ші курс студентімін. Қазірде спортпен шұғылдану һәмде оқуымнан басқа осындай Жастар істері агентлігі тарапынан шөкемдестірілген tədbirlərdə də qatnasıb atırman. Mənim ideyam, proyektim hazırda yaşlarımızı sport bilan şug'ullandırу juda bir aktual masalasi sifatida qaraladi. Sebebi sport bilan shug'ullangan bola ertaga o'zining sabog'ida yaxshi o'qiy oladi, hamda jamiyat bilan birgalikda aralashuvda yaxshi bo'ladi. Mening ideyam
Hazırda жас балаларды, мысалы үшін бақша жасындағы 7 жасқа шеккен, 12 жасқа шеккен болған балаларды спортпенен шұғыландыру үшін, жүзу спортыменен шұғыландыру үшін бір кішігірім бассейн ашу. Себебі біздер қазір өзім Арал бассейнінде де тренер болып істеп барамын. Қазірде өзім бұны тәжірибе сипатында үйрену үшін істеймін. Адамларға қарайтын болсам, кіші жастағы 5 жас, 7 жастағы балалар келеді, бірақ бұл бассейнге түсе алмайды. Және де өздеріне қорқыныш болады, көп уақыт қатына алмайды. Бассейнде адам көп болады жаздың күндері. Соның үшін сол жас балаларымызға мысалы 12-де 5 метрлік болған кішігірім бассейн құруды өзім режелестіргенмен, hamda олар бұған және де талап та бар да. Мысалы бақшаға бармаған кездері сондай бассейнмен шұғылануды өздері қалайды. Спортпен шұғылану болса, мысалы басқа спортларды өздері баруды қаламауы мүмкін, бірақ та жүзу спортымен шұғылануды өзі қалап, зауқланып шұғыланады. Соның үшін мысалы әзір бассейн ашу үшін жәрдем, мысалы жер боламы. Yaxşı. Бұның жақсы ойлапсан, енді бұл затларды не қыл десем болады, бәрі капиталмен байланысты да. Саған әзір жер бергенменен бәрі ішінде финансың жоқ. Соның үшін бұл екеуі бірге болса, сол уақытта жүргізген жақсы. Әзір білім алып атқан болсаң, әзір бірінші первичный бәрі-бір пұл табудың, пұлды қайтып сақлаудың жолларын үйреніп, как создавать капитал. Бірінші соны көру керексің. Екінші, мына дұрыс направлениеде отырыпсыз, бизнес қылу, бизнесті баслау, как начать бизнес с нуля деген темалар бар. Нөл сом пұлың бар, қайтып бастауға. Или как начать бизнес, имея $1. Оның мұндай сабақлар бар. Бұл проекттің, әзір қылып атқан проекттің обоснованиясы сондай мощный болу керек. Егер тез құрып кетмекші болсаң, значит, оны инвестор табылу керек. Инвестор дегенде обязательно Америкадан дядасем келу керек емес. Инвестор міне инвестор. Инвестор міне инвестор. Мәселен да, бірақ бұл точно соған уверен болу керек. Мұны дұрыс айтып атып. Обоснованиясы жақсы, ham выгодный болады. Мағанам бірінші өзін ойлайды бәрі. Мағанам выгодный, оғанам выгодный. Егер мен мынандай шоңғырлықта бассейн құратын болсам, үлкен құратын болсам, оно мне обойдется в 10 миллиардов сум. Бұл айтып атқаның дейіп тұрып қараса, 2 миллиард қайам бітсе болады екен. Сөйтіп тұрып есаплап, яқшы 2 миллиард тіктім дейік. Қанша уақытта шығады? Сәз балалар жоқ жерге қойсаң қанша болады, балалар бар жерге қойсаң қанша болады, сондай болып тұрып шығады да. Осы алдын бұл идеям бар еді. Осы бизнес-клубқа келгеннен соң болса, бұл идеяны қай жерге құру керек? Мысалы 3-4 бақша бар жерге, бір жерге құрсақ, мысалы бақшадағы адамдар келеді сол жерге. Және де қандай қылып құру керек? Бізге үлкен бассейн керек емес. Олар мысалы 10 адамнан келсе, 15 адамнан келсе, солар сиятығындай бассейн келсе, олар жүзуді типарынан жүзуді үйренсе, оларға ертең өмірде керек болады. Әрбір адам барып жүзуді білу керек. Себебі олар өмірдегі дұрыс айтып жатса. Астина сөйтіп сөйлесе берсек несем шығар. Мына 3-4 бақша дедің ба? 3-4 әрбір бақшаның территориясы қанша болады? Қанша территория? Бір бақшаның территориясы. 20 сотық, 50 сотық, бір бақшалар бар, вообще гектар болып жеткен жерлер бар. Сол жердің өзінен шығады. Мәселен, мектеплерге спортпен шұғыланы жасыл газондар құрып беріп атпа. Ол мектеп құрып атқан жоқ, мемлекет құрып атқан жоқ. Оны кімдір ұтып алып жерге құрып атыр. Мектеп уақытында мектептегілер пайдаланады, мектеп емес уақыттағылар ол частный пайдаланып, адамдар пайдаланады. Ол мынағындағы пұлын алады.
Seniki ham hozir deb astiyin kelib eng kam xarajat ser daromad yo'lidan o'tib olib kerak bo'lsin-da. Yerning o'zini satib olaman desang ham auksiondan oho summaga satib olasan, u san quruqqa puling yo'q. So'ng shunday yerlardan batib qolinadi. Ideyang yaxshi, sen ko'proq treninglarda o'taversang, как начать biznes с нуля deydi. Az men bir misol aytib beraman sizga. 0 so'm pulim bor. O'tirib pesting deydi. 0 so'm pulim bor. Biroq senda moshniy ideya bor. Sol zat, masalan, neshidir so'mga bitadi. Alayq mening qo'limdan parixmakerlik, sartaroshlik keladi. Zo'r sartaroshman, stilist, vizajist, yana bir zat, bir zat qo'limdan keladi. Hisob kitob qilib qo'yibman. Agar mana qanday territoriyasi bor bir zdaniya qursam, ol zdaniya agar men o'zim pulimdan qurатын bo'lsam, bu yerda 100 million, 200 millionga bitadi. U yerga dim chartimiz qonamaz qilib. İçindeki buna оборудование, ayna, kreslo, oyoq dirildaq mashinalar, tuda-sudalarda alsam, yana bir 30 million, 40 million keter. Общий кругом, бегом 150 million ketdi deyik. Sonday bo'ladi. Biroq menda yer yo'q. Menda pul yo'q. Menda ideya bor. Mananday zdaniyaning ichida menga 2 odam, ana yerga 2 odam, ana yerga 2 odam, menga 1 odam, 9 odamni qo'yib qo'ysam bo'ladi. Biroq men, значит 8 odamni жұмысқа istayman. Agar yaxshi istayotgan bo'lsam, mаған kunni 10 odamning shashini olaman. Analarмен birga 9 odam shashini olaman. Shash alu 20 ming, 30 ming bilmayman, endi bir sena qo'ysak 25 ming deyik, ana sanoqqa ansat bo'ladi. 10 odamnikin alsang 250. Biz 9'biz. 10 deb hisoblaylik, bunda 2,5 million bo'ladi, turibmi? Kunlik dohod kelib tushuvi 2,5 million. Bir oyga ko'paytirsang 75. Onun nalogini olsang yaxshi. Nalog, palog, bir bele deganlar 25 million olsang 50. 3 oy istesang, уже rentabilniy, durustmi? Arjog'ini ketadi. Biroq senda yo'q, bir tiyin puling yo'q. Proyektni moshniy qilib islab, mana avlingdagi boyvachchaga borasan, pul pashol deb quvib jibiradi. Mana boyvachchaga borasan, qo'ysa bosimda o'rtpa deydi. Mana boyvachchaga borasan, pul o'ylanib qoladi. Keyin aytadi 90% meniki, 10% seniki bo'ladi, ertaga isga tushgandan keyin deydi. Sen itni istaysan, ne qilasan o'g'an berib 10%, tek 10% olib qo'y. O'ylab ko'ring, kecha soat deb chiqib ketasan, bu yoqqa borasan, pul uyingda yo'q. Bu yoqqa borasan, yana bir zat. Mana ham borsang, o'ylanib qoladi. Keldi 50 istaymiz ertaga deydi. Birinchi shart 3 oyda agar qaytatug'im bo'lsa, biroq deydi sening atingga ochilib ketsa, seniki bo'lib ketsa, ertang meni aldab ketasan-ku deb pul bermaydi. So'roqda sen ne qil deysan? Gulzamirama, Gulzamir opa aldab ketpeu uchun bu korxonani, bu qurayotgan zatni sen o'zingning atingga qilib turib qura qo'y. Ishindagi zatda ham sen o'zing firma aç, o'zing qur. Biroq menga imkoniyat ber, shu yerda o'zim istetkizib, yurgizib, men bilan qo'limdan meniki IT, ICO sertifikatlarim bor, men istay olaman. Men yurgiza olaman. Men komandani o'zim topam, ularga oylikdan o'zim beraman, boshqasini ham qilaman, sonday qilaman. Biroq 3 oyda emas, 6 oyda sening bilan birinchining tikkan puling qaytadi, keyin odan keyin 50 ga 50 istep ketaveramiz. Sen menga meshet bermaysan, men senga meshet bermayman. Men senga problema sozdавать qilmayman. Nalogingni, to'g'ingni barini men o'zim to'lab turaveraman. Kesdikpa desa, aqli bor bo'lsa, Gulzamiraning bu kelsa. Потому что buning uyida 2 mashina bor. Bir mashina satib beradi, 150 mingni olib turadi. Men o'zing qaytib quraman desang, suytib qura qo'y deb turib, sen qo'lingga beradi. Вот как добывается инвестор. Егер qo'lingda расчетың, четкий бәр затың бар болса, бұл инвестор, бұның үйінде жаң куры денег не клюет дейді ғой мұнан. Сондайларды просто табу керек. 100 адамнан 95-і бермейді. Старомодный мышление. Анау, қатып қалған баяғыдай. Пул
бұл puldu табу керек екенлігін білмей, түсінбейді, қылмайды. Түсіндіре алдым ба? Енді оны мен саған азыр сразу яқ, мен саған жаңа жұмыс қылып бермеймін деп біз еңбектеп жүрген адам енді тай-тай жүріп келіп жатқан кезінде жығылады, білесіз ба? 10 рет, 50 рет, 100 рет жығылады. Қой, мен 100 рет жығылдым, мен бәрібір жүрсем жығылады екенмін, басқа жүрмеймін мен деп тоқтап қалмайды, дұрыс па? Бұл бизнеске ұмтылып жатқан болсаң, сөйтіп тоқтап қалмай, до конца басу керек. Егер сол өзіңдікі болатын болса. Болады ма? Жақты мәселелерге апуайы қылса болады ғой зат. Қане, алтан болып қалды, бір ақырғы сауалlardan болса, қане сырлы бай бір сауалыңыз бар. Мен Өзбекстан мемлекеттік институты 4-ші курс студенті Палуан Сырлыбайұлынан. Қазір осы бизнес клубта сағалардан өткен жастардың арасында дендеп алма, өзі кәміп қуаншылымын. Түсінген имканиятlardan. Себебі мен 2024 жылы бана айттыңыз, адам өз алдына мақсат қою керек. 2024 жылы мақсат қойып едім, дәстеп бизнес бойынша білімдер аламын, өз бизнесімді бастаймын деп. Осы бойынша бірқанша бизнес тренерлердің курстарын көрдім. Олардың курстарына қарағанда $2 миллион $300 әртүрлі бағалады екен. Бұған өз имканиятым болмады, жаңа студент болған үшін. Солардың арасында Инстаграмда бүгінлер көрдім, жастар орайында осындай имканият жаратылған бизнес клуб түзілген шөкімдестер атырған. Бұл жерде кастинг болатын, кастингтен келіп өттім. Қазіргі уақытта менің бизнес проектім бұл оқу орай, яғни YouTube атыман Қоскөл аймағында, Қоскөл 4-те. Бұнда 2 жасты жұмыспен тәмінлеп, азан мезгілде бір жас, түстің соңғы жас жұмыспен тәмінленген. Біреуі Нұрсанбек педагогикалық институттан, біреуі Жалпақ мемлекеттік университетінен. Бұдан қалесе, осындай имканиятlar жаратылып тұрса, тек алғара баста беремін. Тек сізден осы тәрізді қолап қуатлау, ағаларымыздан, апаларымыздан қолап қуатлау күтеміз. Бұндай жаратылып беру имканиятlar үшін міндетташтық білдіремін. Рахмет. Қалып қоймасын, бар болса айтсын қане. Сауалlarınız var mı қане? Avvalambor assalomu alaykum. Men Idodaxon Rajabova, Nukusdagi pedagogik institutining 3-bosqich talabasiman. Mening o'zim ham biznesga juda qiziqaman va ta'lim yo'nalishi bilan birgalikda biznes yo'nalishini qo'shib olib borishni o'zimga oliy maqsad qilib qo'ydim. Ya'ni buning natijasida biz kelajakdagi yoshlarimizni yana ham o'qishga kirishga yordamlash, ya'ni o'quv markazlarini tashkil qilish menikidan xuddi Sirdaryo kabi. Endi biz shu imkoniyatlardan foydalangan holda men ham ko'p qolib shu kastingga kelib, o'zimning ideyam bilan qatnashib qabullandim va shu yerda zo'r spikerlardan o'zimiz bilimlarni oldik, biznes bilimlarini va sayohatlarga chiqdik. Buning uchun Sherzod opaga, sizga va Gavhar opaga o'zimning cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Endi shu biznes sayohatlarimizni yanada kengaytirsak, hozir biz borib ko'rdik, avval bilmas edikda bunday biznes o'roylari borligini, markazlar borligini. Endi shu biznes sayohatlarni yanada kengaytirsak, rayonlarga chiqsa, keyingi biznes faturdagi ishtirokchilar o'zlarining bizneslarini boshlashga bir imkoniyat bo'lar edi degan taklifim bor edi. Qo'llab-quvvatlashingizda Xudo xolasa bor imkoniyatlarimiz kuchga solib qilib beramiz. Avtobusmi yo bir transport rayonlardagi biznes o'raylariga borib o'zlarini rivojlantirsalar, keyingi transport yaxshi. Uni bular bugun zaявkalarni berdi, shu zaявkaga qarab turib yordam berish yo'llarini qilamiz. Nima qilib qo'llab-quvvatlaymiz buni. Rahmat. Бағана $300 деген курсы $300 деген тренерлердің өзі шегеде Никол Сарау деген. Ең зор болды. Солардың өзі кетіп сауал. Қане, арқаларда сауал бар ма жоқ па? Бұрадан сауал бересіз. Мен сізге рахмет, сізге уақыт бөліп келіп жатқаныңызға. Қазір мен айтacağım болды енді. Өзіне керетін алып жолына. Ұнады ма? Ұнады. Енді сізге айтacağım жаңа сол бизнес клубқа кең балық үшін көбегін қазір жарату мысалы сізде үйлерді айтып айтпайды ма енді? Бұл айтты рахмет оған. Бұл енді кеше жақында действующий бизнесмендер
бизнес тренингті барып тұрып шетке барып оқып келеді да. Шетке барып оқса несі плюс? Шалғымайды, мешет бермейді да. Аз менде бір болып қалды, бір шалғып қалсаң, бір затларға алмасаң болмайды, алсаң yana бір зат сондай болады ғой. Шетке барып шығып кетті, бұлар оқып, yana кейін қайтып келді, келіп істеп. Бизнес ланч деген нәрсе пайда болып жатыр. Өйді мақсат ауқат жеу емес. Отырып, дастархан басында отырып, сенкі қандай болып жатыр, не проблема болып жатыр, сен қайтып шешіп жатсың, мынау қайттың, ал мен налогтың мына бір затынан пайдаландым ғой, сол зор болды деп өзара келісіп, кейін мына жерін бүйтіп істеу керек екен, команданы бүйтіп создавать қылу керек, мына жеріне мындай қылу керек деп айтып отырып, жақсы бір пікірлер келеді, несі келеді да. Классластарымыз деп жатыр. Ол біру мынақта бизнес, біру анақта, біру мынақта, біру мынақта, біру Шымбайдікі, біру Тақтай көпірдің баласы жаңа нелер да. Классластар дейді. Бұлар бірге барып оқып қайтты да неді? 5-6 күн бірге жүріп былай оқып қайтты. Енді сіздер бір-біріңізбен классластар болып қалдыңыз да. Егер тартынып мынандай қылып отыра берсеңіз, ол жүрмейді. Бірақ бір-біріңізбен тартысып, табысып, кеңесіп қылып отыратын болсаңыз, ертең көп жерде пайдасы бар болады. Ассалаумағалейкум, атым Мұхаммад, фамилиям Юсупов. Қазірде 2 бизнес иесімен істеп шығаруым бар. Шүкір, мен сізге бір сауалым бар еді, мүмкін болса. Мен сол науқыға жіберсеңіз, өзіңіздің қиыншылығын әрекетіңіз білен. Енді біз жастарға сондай сізге ұқсап, бұндай науқыға жетісіп, ел қатарында құрметке сазауар болушымыз үшін қандай мәслихат бере аласыз? Главный hayatınızдағы тикарды өзіңізге алдыңызға қойған мақсаттеріңізде бір болады, мен сондай болып бүйтуім керек, сондай болуым керек деп. Принцип болады ғой, сол принципіңізға. Енді қайтып жетісу жолларын бағана айтып кеттім, бір поэта. Оның үшін қаттияттылық, оның үшін отанды сүйушілік болу керек. Мен студент болып, Нүкісте оқыдым, студент болып, Қаралпақ мемлекеттік университетте оқып жүріп. Бірінші студент болудан алдын мен адамдар құсап студент болалар ма екен деп жүрдім мектепте жүргенде. Бір жыл жығылып қалып, сөйтіп таярлық көріп, кейін студент болса болады екен деп ойладым. 4 жыл студентлік дәуірінде жүргенде, ой, бұл енді жаңағы магистрға оқуға пұлым жоққа, енді не қыламайын екен деп жүрдік. Сөйткенде мына көп адамдарды көреді, сыртқа шыққаны студент болып, уже мұстақыл болып шықтың ғой енді, жүріпсен ғой аяқта. Айрым адамдардың қиналып жасап атқанларын көріп, қалай мыналарға жәрдем берсе болар екен деп сол уақытта ойлайтын еді. Сол кезде президентский академия деген зат пайда болды. Бұл академияда оқысаң президент болатын шығарсаң, точно оқу керек ау сияқты деп жүрдік. Бірақ магистратурада, даже өзіміздің берді университетте магистратурада оқуға енді ол уақытта қаражат керек болатын болған. Онда әзіргідей не жоқ, реальный тапсыру деген зат жоқ еді. Сөйтіп оқымадық оны. Сөйтіп жүріп армияға кетіп қалдық. Бір жыл армияға барып келіп, армияда жүріп, енді бар ғой, енді армияда қиыншылықтар бар, басқасы бар. Ой, бұл берге келіп не қылайын деп едім, келдің бұрсын сен, одан жаңағы күттей қаражат тауып магистрге кіргенде әзір дым жақсы жүрерін деген зат пайда болды да. Кейін армияны біткеріп келгеннен кейін жұмыс істеп жүрген кезінде простой жұмыста юрист болып істеп жүрдім. Ташкентте оқимын деген арман болатын еді, бірақ мен болды, арман кетті. Нүкісте оқып қоя қойдық. Магистрда академияда оқимын деп ойлап едік, бірақ президент академия қайда, кімдер қайта оқитын оның жолын білмедік. Бірақ Высшая школа стратегического анализа и прогнозирования деген оқу бар Ташкентте. Олий мектеп деп айтады қысқасы. Сол жыл һәм 2 жыл магистр, һәм кейін ар жағына службаға жұмысқа кіріп кетесен, өзі анаған кіргенің службаға жұмысқа кірдің, СМБ-ға жұмысқа кірдің деп айтылды.
Сонымен күтті тәйірланып едік, соған кіріп кеттік. Оказывается, ол высшая школа, президент академиясынан күшлі білім береді. И ол Ташкентте. Бағанағы мен Ташкентте оқымадым деген затым өшті. Ол дана Nike болды. Магистрда оқымап едім, уақыт деп жатыр едім, оламын Nike болды, двойной Nike болды. Жұмысқа кіріп, отанға қызмет ету керек деп еді, олам болып кетті, олам өз ішінде. Құдай беремен десе, сен ұмтылсаң, форточкіден береді дейді о. Боламан десе болады. Оқу бітті, бір адам Ташкентте қалған жоқ. 100-ге жақын адам біткердік. Тек мен бір өзім қалдым. Олам жаңағы защита қылып атқан кезінде, білмеймін бір дух кеп кетті, защитадан сондай қалып кетті, отырғанлар қалсын соғыла дейді ғой. Ташкентте қалсын деп сөйлеп, сонымен Ташкентте қалып, 15 жыл сояқта істеп келуге муаффақ болды. Бірақ ол уақытта план түзу, дневник жазып жүру, дневник болғанда дневник успеха. Просто дневник емес, жаңағы пәленше болып қалды, өйтті деп. Дневник успеха, сен қайтып, өзіңнің хаятыңды өзің басқара алатын дәрежеге алып келе аласың. Не зат қылсаң, өзіңді өзің. Не зат ойлап тұрған затқа жету үшін сен өзіңде ынтығыш болу керек. Демек, одан кейін Қашқадарияда істеп кеттім, Қашқадариядан бір районға түстім. Қайтып, мен қайта жаңа дневник толтырып істеген сайын мен қайта ұзақлас кетіп бастадым. Но бар толтырып бара бердім, Құда қаласа өтеміз, ауылға қайтып жұмыс істеу қашан нәсіп етер екен деп көрсетіп бардық. 2 жылдың ішінде ауылға қайтып келуге муаффақ болды. Ертерек пенсияға шығуды ойлап едік. Ертерек пенсияға шығып, кейін гражданский үкімет дәрежесіне жетуге муаффақ болды. Мен 14 жылда пенсияға шығамын деп өзіме бала кезінде, студент кезінде мен өзімді оқытқан мұғаліме айтатын едім. Ол кеш жақында сіз пенсияға шықты. Сенен бұрын шығаман Құда қаласа дейтін едім, бірақ одан сәл кейінірек шықтым. Себебі военныйда жүрсең, тезірек пенсия жазым. Зато, 40 жаста пенсияға шыққан болсаң, 40 жастың мұнаяғына қанша уақытың бар? Я енді 40 ел арияғын ете өрмек, оған шыққым істете өрмек қой, 5-6 жыл арқайын істеуге мүмкінетің бар да. И жить с пользой. Құр өзім емес ол. Біреулерге қанша көбірек жәрдем берген сайын, ол саған обратный жағын, многократный өзіне қайтып келе береді. Біреуге жа садақа бер, мен саған беріп отпан ғой дейді тұғын емес. Бер безвозмездный. Пұлың жоқ болса сен настроение бер. Кайфият бер. Жақсы зат бер. Бұның настроение жоқ болса настроениесін көтеріп бер. Сенен беріп отқан сапланы. Саған многократный айлам қайтып келеді. Соның үшін мақсат сары алға қадам басыш керек. Айта алдым ба? Рахмет. Енді алдымыз жас қой, жазда көп бос уақытымыз болады, сол біздерге жастарға үшін жазғы демалыс уақытында жас дисциплинерлер бар ғой. Көп уақыттан бері орналастырып жатқан тәжірибелі дисциплинерлермен жас дисциплинерлермен бірге осы жастарға коммерциялық банктер һәм салықтардан спикерлер келіп 3 күндік семинар өтсе деген менде ұсыныс бар да, және біздерде осы Нөкісте бизнес марафон Қарақалпақста дисциплинерлер деген зат үзілсе қалай болады? Біздерде қазір Қарақалпақша бизнес деген проекттер бар ғой, соны ұқсап біздерде Қарақалпақша бизнес марафоны үзілсе қалай болады? Енді ұсыныстарды берің, ешқайсысы қалып атқан жоқ. Хаммесі қолдап қуатланып, жақсы зат болатұғын болса, әлбетте қолдап қуатланады. Ол ешқандай кемшілік жоқ, несі жоқ, ол нердегі жоқ еді ғой, мінеке, мына клубам жоқ еді. Ол пайда болды. Енді жаңа Москва не строила за один день дейді ғой. Ол әстен жамалып барады. Ендігі поток мен уверенмен сәл ене өзгеріс болады. Қайсыр жері. Сөйтіп, бірінші час, екінші час деп тұрып кете береді.
Соған қарап өзгеріс болып бара береді. Бәлкім сен айтып отқан затлар сол клубтың ішінде көркемлестіріліп жіберуге болады шығар. Ол 2 ай емес 3 ай 6 ай оқыту керек шығар бәлкім. Соған қарап кетіледі. Студент уақытынан басылып заработкаға түсіп алуға болады. Студент, мен енді әзір көп сөйлеп кетемін, егер ол темаларға адам өтсем. Главный гәп пұл табу керек, да, безусловно. Пұл табуда емес, пұл сауып білуде. Қалтаң жыртық болса, оның ішіне $1 миллион салсаң түсіп кетеді. И 1 тиын салсаң түсіп кетеді. Себебі қалтаң жыртық. Бірінші қалтаңды тігіп ал. Сөйтіп 1 тиынлап 10 күн салсаң 10 тиын болады. Соған қарауымыз керек. Біздерде той, мереке, тойдың түрлері көбейіп кетті әзір. Камбағал қылбатқаны, камбағал болып қалбатқанымыз, бұл біздердің камбағалский мышленеден. Годик, модик дегенлер шығып кетті әзір. Сырға салу, жоқ зат. Ойлап тауып атыр. Кімдір ақылды бір әне бар тауып келеді, бір міне бар тауып келеді. Өзіміз загоняем в угол. Айрым жас үлкендердің ол жұмысы мерекеге бару. Өзі 2 миллион пенсия алады. Ай давамында 5 миллион сауады. Ол дараматың бұраматтан аз болатығын болса, это приведет тебя к краху. Оны түсініп тұрған жоқ бірақ. Сөйтіп жүріп, берген пұлларымды қайтып алайын, мен көп жерге бардым ғой деп өзім той береді. Тойды қарызға береді. Неден? Қарызды жабады. Жау алса ва күттей пұл қалса хоп-хоп, бірақ жабылмайды. Ол двойной расход қылды. Бірінші жыл давамында беріп шықты. Кейін аламын деп және көп қылып берді. Спонтым алды. Бірақ неге өткер жіберді. Двойной минус. Егер сол пұллар келешекке, жақсылыққа, перзентлердің тарбиясына, ілімге кеткенде еді, біз әзірге де опына диванамыз шығып, бешарамыз шығып жүрмейді оны. Бізде өздерімізде. Ол тойларды ықчамлаштыру, кешегіде бірлік кел, давай не шығарып берің, қара шығарып берің, жоғары кеңестен біздерде тойларды ықчамлаштырады. Құрметлі президентіміз шығарып қойып сілерге қарар. Одан басқа қарар не керек? Yana қандай қарар керек саған? Дұрыс па, дұрыс емес пе? Және не керек саған енді? Біз индивидуальный керек па? Пәленшей, саған ондай қылуға болмайды деген қарар шығару керек па? Мына жеріңде болмаса, пайдасы жоқ. Я, анау той берді, ол кеше тойысына мынандай болды, мен одан өтуім керек деп той береді. Өзі шашып барам жоқ қалтасында. Сөйт, қарыз алыпты той береді, ол кейін және қарыз болып қалып, yana 10 жыл төлеп жүреді. Кредит алып той берді дегені ғырт ақмақшылық. Егер сол жерін кесіп алып тұрып, айтып жазып қойсаңыз болады. Кредит алып той беру камикадзелардың жұмысы. Ол ең ақмақшылықтың шыңына шыққан методы. Соның үшін етібар беру керек, қарау керек. Рахмет қызым саған. Бізде бизнесмендер бар ғой, өздерінің курсларымызды тасып ғой, соныменен және біздер қазір бесплатно деп жатырмыз ғой. Сол екеуін бөлек-бөлек, типа платный мен бесплатный екеуі бүйтіп қалады ғой. Типа біздер олар енді бар, біздер типа негенде оқады, соны общий біздер бірлестіру мақсатында жатыр. Марафонзатларымызды оны озат алып тастап, хамы бизнесмендер ауызбіршілікте бірге рауажлану үшін, бірге Қарақастан рауажлану үшін сондай жатылар неқса дегенім ғой. Қолыңды? Бір деймін ау? Бірлестірген менен бірікпейді. Ол қайсыдыр идея мен идея екеуі бірігуі мүмкін. Жаңа, Coca-Cola менен Bubble Tea екеуі аз-маз жақын келуі мүмкін, бір дейді. Бірақ басқасы бірікпейді.
Бұның миы менен сенің миың бәрібір бірікпейді. Бірақ бірге істеп бір затларды шешу мүмкін. Платный, бесплатный. Гәп ол платный, бесплатный емес. Ана кітапларды егер оқысаңыз, кітапта бәр зат жазылған. Просто кітапты растанап, сынчиковлик білән туырлап, керек жерлерін алып, одан запись қылып, выписка қылып, сөйтіп, алып, жазып, оған өзің астына мысалларды келтіріп, толтырып барсаң, әне саған лекция. Бірақ ол минет тұрып та, ол минет ету керек оның үшін. Отырып, жақсылап өзің үстінде сөйлеуің керексің. Оның үшін өзің түсінуің керексің. Мен әзір сіздерге оқытып үйретіп атқаным жоқ, мен өзімді өзім тәрбиелеп атпын. Өзімді өзім оқытып атырып бар. Мен келешекте жақсырақ оратор, жақсырақ спикер, жақсы затты берген сауалға тур сразу жауап беруді мен өзімде тренировка қылып атпан, ол бір. Екіншіден, мен үйретіп атырпан, мен 7 есе көбірек информация өзіме қалыплестіріп атпан. Сохранить қылып атпан. Zip апқылып, чот келіп тақылап қойып атпан. Слушатель 70% алып қалуы мүмкін. В лучшем случае. Менің айтқан бүгінгі затларының 70% алып қалуыңыз мүмкін. Егер өзің үстіңде өзің оқымасаң, өзің жаңа кітапты алып, ішінен оқымасаң, спикеріне, мына бір кітапты оқыды, енді бір кітаптан шықпайды, ол 5-6 кітапты оқыды, 5-6 кітаптан 1 сағатлық лекцияны өзіне өзі таярлап алды, ол кейін айтып берді. Просто спикер тот, ол көп кітап оқығаны үшін. Егер ерінбесең, жақсы болса кітап оқы. Ерінсең, кітап ест. Әзір телефонда кітап естетін кітап көп. Ұлыма жаңағы о кітаби тіл жақпайды дейтін болсаң, кітап оқыған көп жігітлермен сөйлес. Енді жігіт, қыз жігітке айтып отқаным жоқ. Адамлар менен сөйлес. Ол саған 1, 2, 3 айтып береді. Мынандай тікелей сұрау бере алсаң, сұрауыңа конкретный жауапты айтып береді. Не жерде қателесесем, не жерде мынандай болады, не жерде мынандай болады. Просто ол сол затларды көбірек білген үшін, оқыған үшін, соның үшін айтып береді. Ешбір спикер, ешбір лектор, басы 2, құлағы 4 емес. Сенікіндей, менікіндей миы бар, саған құсап тұр, ойлайды, болған. Форма мышлениясы башқаша. Ол миінде систематизация қылған. Ол миіндегі жаңағы включатель әзір келіп тұр, включатель қылып светті жақпасаң жанбайды нау. Миіндегі қараңғылықты сөйтіп жағып қойыпты, арқайын көрінеді. Биология, анаяқта анатомия, мұнаяқта химия, мұнаяқта екенін неғып тұрыпты. Мен әзір сөйлеп атқан, мен кітапқа қарап, тоқта, мен темам қандай деп атқан жоқпан ғой. Мен сразу сенің сұрауың басқаша болғаннан кейін, анаң астындағы сейіпте тұрған қайсыда бір кітап болса, сол жерде кітаптағы нені әзіме миымнен ізлеп тауып алып, сразу саған жауап беріп атты. Бұяқ сұрау берді, мен басқа темада, мен мұнаяқ уже басқа жерден алып, сразу неғылып беріп атты. Сұрауға жауап беріп атқанда, нейронный система әмесі іслеп, неғыл деп атыр, қайтып атыр деген сұрау жауаптар кетіп тұрады. Соның үшін бәрін бірлестіріп жіберейік, бүйтіп жіберейік десек, эссер болады. Ізінде парчаланады. Келістік па? Бүгінгі сәубетіміз ұнады деп ойлаймын. Елі уже таусылды ма бұлардың несі? Бүгінгі емес, өзі негізі. Елі ұдақа десе бизнес план жазады бұлар. Одан кейін айдың ақырында бұларды бір Самарқандқа апарып төлеуіміз керек. Содан кейін награждение болады. Сонымен бұларды ұдақа десе ар жағына дистанционно істей береміз. Атак оқу почти таусылды десеген болады сабағы. Азыр тек көп заданияны өзлеріне беру керек. Заданияны сілер іслеп келген сайын өзлеріңіз түсіне аласыз. Ол дұрыс, әзір бар, біреудің парнигіне барып көресіз, біреудің тауықханасына барып көресіз, біреудің істеп шығарып атқан барып көресіз. Барған жеріңде ол не зат қылып атқан болса, сен сол затты қылғың келіп кетеді өзіне өзі. Сондай болады да, біз көрсе қызармыз да. Бағанағыдай, әмме жаңағы мойка ашып атыр дегенге мойка ашып кете береміз, да? Сенің ішіңде соған предназначениең бар болса, соған еткенің жақсы. Предназначениең жоқ болса, оған шарт емес.
Так, hammangizga rahmet. Sog'lik, salomatlik, omad tilayman. Yana bir vaqt kelib bir uchrashib qolsak, ne qilsak, kelajakda ulkan bir zatlarni boslab atgan bo'lib kelsanglar, onda bo'ladi. Yaxshi. Prinsip Pareto bor. 20 ga 80. 20% жұмыс 80%lik natija beradi. Точно сондай наоборот. 80%lik жұмыс 20% ғана natija beradi. Принцип Pareto bu yerda ham isteydi. 30 adamның 20%-i успешныйға flagman qilib olib chiqib ketуі мүмкін. Принцип Pareto 20 ga 80 или 10 ga 90 ham isteydi. Qayсында болу, 20-да или 80-де болу өзлеріңіздің қолыңызда. Еріншеклік қылып, басқа қылып 80-ге тік-тікке түсіп қалуы мүмкін. Ана болатын еді, передач, ты слабое звено, прощайте деп жібереді ол. Сондай шетке шығып қалуы мүмкін. Или жаңағы алдыға шығып, постоянно мындай аптыр өзің үстінде істеп кетуі мүмкін. Бірақ басқа жәмиеттегі жасларға қарағанда сіздер 20% болып уже бұяққа келдіңіз. Бірақ бұның ішінде де істейді Pareto. Бұдан кейін әм істейді. Мәселен, қызымыз тігіншілік бойынша істеймен деп атқан болса, тігіншілердің арасында принцип Pareto істейді. Бір районға барса, районда өзінің Paretосы істейді. Өмірдің ақырына дейін конкуренция болады. Сау болыңдар, саламат болыңдар. Рахмет беріңізге. Сау болыңдар.